Омар радиаллаху анху пайғамбарымызға келіп, умраға барып келейін я Расулалла деп рұқсат сұраған екен. Сол кезде пайғамбар рұқсат беріп айтқан дейді: я ахи я Омар, ла тансана мин дуайк. Ей Омар бауырым, әрине барып кел, бірақ бізді де өзіңнің дұғаларыңды ұмытпашы деп айтқан дейді пайғамбарымыз. Субханалла, соны кеше ғана айтып кеше ғана оқып, көңілім босап, ана жақта неде итикафта жүрген кезде бір жерде отырып қалдық та, мысырлықтар бізге өзінің орнын берді, мысырлық үлкен ағалар. Осы жерде отырып уағыз қыла беріңдер, одан кейін біз ары қарай тамағымызды іше береміз деп ше. Сол кезде оларға рахмет айтып жатырмын да, соны айтады да, ештеңе керек емес дейді да бізге. Сендер уағыз айтып жатсыңдар, дін таратып жатсыңдар, бұл жерге Алланың рахмет періштелері түседі, Алланың кешірімі түседі, біз араларында отыра берсек болды дейді да. Бірақ сендерден бір өтініш дейді да, енді қызметіміз өтсе де сіздерге бір-ақ өтінішіміз бар дейді да, біздерді сыртымыздан дұға жасап қойыңыздар дейді да. Алдыңғы умрада да менің анам келген ғой. Анам келген кезде анам аяқ ауырады да кішкене, мешітте отырса бір әйел келіп анамның аяғын уқалап жатыр дейді да. Енді біз қазақта ондай қалыптаспаған ғой. Анам ұялып қалды дейді да. Ой қой десе, анау қоймай жатыр дейді да. Қоя тұр, аяғымды уқалап берейін деп жатыр дейді да. Содан кейін тұрып, анам енді әдеті бойынша енді рахмет айтқан кезде біз бір ақша бір пұл беріп қоямыз ғой. Сол кезде анам қалтасынан ақша шығарып, алып қой, енді қызметің ойлаған ғой, ақшасын жасап жатқан шығар деп. Сол кезде айтты дейді да, жоқ ақша керек емес дейді. Дұға жасап қой мен үшін, дұға жасап қой мен үшін деп айтып дейді да. Субханалла. Сондай да енді бұл жерде анау адамдар бір-біріне араларында ақша пұл жүрмеуі мүмкін, бірақ дұға жасап қойсаң жеткілікті дейді да. Өйткені мына жерде дұғалар қабыл болатынын біледі да. Бір мұсылманның дұғасы сіз үшін қабыл болып кетсе, болды да. Елдегі проблемалар шешіле береді. Мына жердегі проблемалар шешіле береді да. Бір дұғаның өзі шешіледі. Өйткені дұға бұл мұсылманның қаруы дұға ғой. Мұсылманның қаруы ақша емес. Мұсылманның қаруы көке-жаке емес. Мұсылманның қаруы дұға да.